Танымал болғанға дейін Димаш конкурстың бірінде суына ұйықтататын дәрі қосып жіберген. Танымал болғанға дейін Димаш қолымен аяғын сындырып, тіпті итке де таланған. Танымал болғанға дейін Димаш шаңқылдақ әншісін деген сөздер естіген. I'm a Cine байқауы арқылы Қытай елінде феноменге айналған Димаш Құдайбергенов туралы не білеміз? Ақтөбелік әншінің өмір баянымен таныстыра кетейін. Сонымен Құдайберген Дінмұхамед Қанат ұлы Ақтөбе қаласында 94 жылдың 24 мамырында дүниеге келген. Қысқаша жанұясы туралы айтып кетсем, себебі Димаштың ата-анасы танымал әншілер Қанат және Света Айтбаевтар. Әкесі Қанат Айтбаев облыстық мәдениет басқармасының басшысы, анасы Светлана Айтбаева Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Бірақ Димаш Құдайбергеннің әкесі мемлекеттік қызметтен кету туралы шешім қабылдаған естідік. Телеарналардың мәліметінше Қанат Айтбаев енді барлық уақытын ұлының шығармашылығына арнамақшы. Димаштың ата-әжелері де музыкалық адамдар. Бірі домбырада ойнаса, екіншісінің ән айтуға бейімі бар. Димаштың Раушан атты қарындасы да сахнаға шығуға дайындалып жүр. Әзірше өзін Назарбаев мектебіндегі оқуында музыкалық концерттерге белсенді қатысуда. Ал інісі Әбіл Мансұрдың болашақта қандай саланы таңдайтыны әлі белгісіз. Қазірден шахматқа қызығып, көптеген елдерді аралап көрген. Ал енді оның жеке өміріне келсек, Димаш Нұрсәуле Аубакирова деген қызбен кездесіп жүр. Оған дәлел Instagram желісіндегі екеуінің бірге түскен фотолары. Нұрсәуле Қазақ ұлттық өнер университетінде оқиды. Құдайбергенов та осы білім ордасын жақында бітірді. Жас жұп осы универде оқып жүргенде танысып бір-бірін сүйіп қалғандары ықтимал. Әжесінің айтуынша Димаш фонограммасыз ән айтқасын жиі терлеген киімін сығумен болғанбыз дейді. Димаш балалық кезден бері жомарт болып өскен. Ақтөбенің музыкалық колледжінде оқуға түскенде ауылдан келген студенттерге өз ақшасына тамақ алып беріп отырған. Димаш ең алғашқы рет спектакльде ойнауымен және 5 жасында музыкалық колледж сахнасында әнші ретінде таныла бастаған. 6 жасында Айналайын республикалық байқауының фортепиано номинациясында жеңімпаз атанды. 4 жыл бұрын Димаш саз әлеміне де қатысып та үлгерді. Бірақ жюрилар оны бірден жақтырмай қалып, неше түрлі сын пікірлер естіген болатын. Бірі Димашты шаңқылдақсын десе, бірі оны Запорождағы қалыңдықпен теңеген. Сол кездегі Бағым мен Ринаттың пікірлерін тыңдап көрейік. Конечно, когда вы подаете заявки, мы знаем, на что вы способны. Не нужно перед нами это показывать вовсе, да? Песня мне не понравилась, мне не понравилось. Это немного было безвкусно, на мой взгляд. Спасибо. Рахмет. Ринат Зайд. Әнің бірінші рет естіп отырмын. Өтірік айтпай ақ қояйын. Мен енді андай вокал жағын білмеймін, мына жағын айтып жатыр ғой, анау артық болды, анау былай болды. Өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқам шыны керек. Бұрын қуанатын едік, Витас сияқты әншілер пайда болды деп. Қазір бәрі шыңқылдай бастады. Осы бір еркекше дауысы өмір құлай Ниязовпен біздің эстрада бітіп қала ма деп ойлаймын кейде мен. Біреу шыңғыртып жатыр ма деп қорқасың ғой. Жарайсың, баса бер осы бетте. Енді қазіргі беретін бағаға сен көңілің түспей ақ қойсын. Мен 8 берем, ашығын айтайын, себебі әнді бірінші рет тыңдап отырмын. Әрине, үлкен рахмет. Сөзі әдемі? Сөзі әдемі. Оның ешқандай несі жоқ. Әңгіме, жаңа айтып отырмыз ғой, біз баға берген кезде бәрібір көпшілікпен санасамыз. Бәрібір санасамыз. Ұры соқ бәрібір санасамыз. Бірақ сөзі, жаңа мен құлағым шалып қойған жерде өзі бір-екі жерден білінеді өзі. Қай жер дұрыс екен, қай жер бұрыс екен. Ал енді 9-8. Рахмет үлкен. Көп рахмет сіздерге. Сонымен қатар Димаш Витебск қаласында өткен халықаралық эстрадалық ән орындаушылар Славян Базары 2015 байқауына қатысты. Гран-при жеңіп алып, 2 күн ішінде жас әнші 175 ұпай жинаған болатын. Димаш конкурс кезінде көрген қиындықтарында айтып берді. 3-ші күні концертке 1 сағат қалғанда мынадай бір оқиға болған. Ішіп жүрген суын гримеркада тастап 5 минутқа сыртқа шығып кеткенде суына біреу ұйықтататын дәрі қосып қойған. Ол суды ішкеннен кейін басы айналып өз-өзіне келе алмағанын айтып берді. Оған ұстазы Майра Дәулетбақ басына және қолына массаж жасап өзіне келуге көмектескен. Димаш қазақшадан басқа серб, итальян, француз, ағылшын, орыс, қытай тағы да басқа тілдерде ән орындайды. Қазір Димаш Қытайдың I'm a Cine телебайқауына қатысып, сайыстың бірінші күнінде Қазылар алқасы тарапынан ең жоғарғы ұпай жинап,
жеңімпаз атанғанын бақ өкілдері жарыса айтқан болатын. 10 қаңтар күні Димаш Қытай көрерменінің алдына алғашқы рет шыққан соң жас әнші туралы Қытай баспасөзі жаза бастаған. Сайыс ережесі бойынша бірінші күні 8 әншінің біреуі кетіп, 7-еуі қалады. Бір әнші жеңіс кубогын жеңіп алуы керек. Жеңіс кубогына 7 әншіні артта қалдырып, Димаш Құдайбергенов лайық деп танылды. Димаштың менеджері Алпамыс Шәрімовтың мәлімдеуінше бір топ қытайлық фанат әншінің ана тілін түсіну үшін қазақ тілі курсына жазылған. Айта кетер болсақ, аталған музыкалық байқау Қытайдың Чанша қаласында өтіп жатыр. Бірақ бір қасық қарамай бір бөшке балды бүлдіреді демекші, бұл конкурс Димаш үшін сот-даумен аяқталуына сәл қалды. Екінші айналымда ол Витастың опера номер 2 әнін орындағаны үшін ресейлік әртістің мүддесін қорғайтын компания конкурстың басшыларына шағым түсірді. Кейбір дерек көздерге сенсек, Димаш Қазақстан атынан Евровидение байқауына да қатысуы мүмкін. Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсаходжаева шәкірті Димаш Құдайбергеннің Қытайдағы халықаралық конкурстан кейін сол байқауға арнайы дайындап жатқанын айтты. Олай болатын болса, достар, өзіміздің дарынды жас әншімізге ақ жол тілеп, ол үшін жұдырықтарымызды қысып отырайық. Арнамызға жазыла тұрып, видеоға да лайк қоюға ұмытпа.